Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін үй жағдайында жасалу жолы өте оңай KFC-дің рецептімен бөлісетін боламын. Достар, өте қытырлақ болып, дәмі ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басуды да ұмытып кетпеңіздер. Достар, бізге ең алдымен тауық қанаттары қажет болады. Жақсылап жуып алып, қажет емес жерлерін кесіп алып тастап, дәл осылай екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Достар, менің каналымда бұдан бөлек чекинді дайындаудың жолы да көрсетілген, қарап шықсаңыздар болады. Барлығын дәл видеодағыдай турап алыңыз. Ендігі кезекте ыдысымызға жарты литр суымызды құйып алып, оның үстіне 2 ас қасық соевый соусымызды құямыз, және де 3 тісте чесногымызды салып аламыз. Майдалап туралған. Және де 1,5 ас қасық тұзымызды салып аламыз. 2 ас қасық майымызды құямыз. Және де мен дәмдеуіштерден осы тауыққа арналған бульон, домашний бульон Ролтонды қолдандым, дәмі ерекше болатын менде. Осыдан біраз қасық салып жүрдім. Сіздер қолданбасаңыздар да болады. Және де біраз қасық қара бұрышымды, шамамен біраз қасықтай қызыл бұрышымды салып алдым. Жақсылап араластырып аламыз. Достар, мен мұнда балалар жейтін болғандықтан ащысын қатты ащы қылмадым. Сіздер енді ащыны ұнататын болсаңыздар, көлемін көбейтсеңіздер болады. Осы дайын болған суымыздың үстіне жақсылап араластырып алып, тауық қанаттарын батырып салып қоямыз. 2 сағатқа холодильникке маринадқа қойып қойыңыздар, дәмі жақсы сіңетін болады. Мінекей достар, дәл осылай қаппағын бетін толықтай жауып тұратын ыдысымызбен холодильникке қоясыздар. Мінекей 2 сағат тұрған маринадымыз дайын. Осы маринадымыздағы тауық қанаттарын ұнымызға салып, жақсылап араластырып аласыздар. Барлық жеріне ұн тиген жақсы. Ендігі кезекте осы тауық қанаттарын ұнға ұнатып алған мұздай суымызға салып алатын боламыз. 1-2 минутқа қойып қойыңыздар суға. Мінекей. Кішкене тұрғаннан кейін осы тауық қанаттарын судағы сүзіп алыңыздар. Мен арнайы осындай сүзегінің көмегімен жасадым. Осы сүзілген суда тұрған қанаттарымызды алып, тағы да ұнға ұнатып алатын боламыз. Жақсылап. Мінекей ұнатып осылай тақтайшаның бетіне қойып, қуыруға дайындап аласыздар. Екінші бөлігінде дәл осылай жасайсыздар. Мінекей достар, ендігі кезекте қызып тұрған майымызға жаңағы дайын болған тауық қанаттарын салып, 2 бетін қызарғанша қуырып алыңыздар. Жай отта қуырғандарыңыз жақсы, арасы таза пісіп шығатын болады. Мінекей достар, менің тауық қанаттарым дайын, яғни KFC үй жағдайында дәмі өте ерекше болып шықты. Балаларыма да, отбасыма да қатты ұнады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, үлкен рахмет сіздерге. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Бәрімізге ас болсын.